Көпшілігімізге таныс тіс қытырлату, яғни тісті қайрау, ол бәрімізге таныс жағдай. Көпшілігіміз оны естігенде, ой, бұның ішінде құрт бар ғой, ертең дәрі бере салармын, мән бермейміз деп бәріміз қоя саламыз. Бірақ егер сіз бұл дыбысты естігенде мидың ауыр зақымдануы немесе жүйке жүйесінің істен шығуы әбден мүмкін болу екенін білесіз бе? Тіпті бұл әдет адамды 40 жасқа жеткізбей тіссіз қалдыруы әбден мүмкін. Бүгін біз құрттар туралы мифті тас-талқан етеміз және дәрігерлер неге бұл құбылыстан қатты қорқатынын айтамыз. Видеоның ортасында бұл әдетті бір күнде тоқтатудың амалын көрсетемін. Кеңес үкіметінен қалған ескі түсінік бар. Тіс қайрасаң, ішіңде аскарита немесе лиамбилия бар. Ғылым не дейді? Шын мәнінде паразиттер мен тіс қайраудың арасында тікелей байланыс жоқ. Құрттар ағзаны улап, ұйқыны бұзуы мүмкін, бірақ олар сіздің жақ сүйегіңізді қозғалта алмайды. Егер сіз балаңызға құрттың дәрісін беріп, тіс қайрауы қоймаса, демек мәселе әлде қайда тереңде жатыр. Нағыз себебіне көшейік. Бірінші себеп бруксизм. Бұл психоматикалық ауру. Күні бойы бастығыңыз айғайлайды ма, балаңыз сабақтан төмен баға алды ма, әлде несие туралы ойлайсыз ба? Бұл біздің миымыз барлық стрессті жақ бұлшықеттеріне жинайды. Сіз ұйықтағанда ми разряд жасағысы келеді. Тістеріңізді 300 килограмм күшпен бір-біріне соғады. Бұл мидың стресстен құтылу жолы. Егер бұны тоқтатпасаңыз, таңертең басыңыз сақина болып ауырып, жағыңыз қарысып оянасыз. Екінші себеп тістем және тіс жетіспеушілігі. Кейде мәселе мида емес, аузыңызда. Егер бір тісіңіз қисық болса, немесе пломба тым биік болса, жақ бұлшықеттері ыңғайлы орын таба алмай, түнде тістерді бір-біріне үйкелей береді. Бұл тістің эмалін егегендей жойып жібереді. Нәтижесінде тістеріңіз сезімтал болып, суық пен ыстыққа шыдамайтын болады. Қауіпті салдары: егер қойшы өзі қояр деп жүре берсеңіз, не болады? Тістеріңіз қысқарып, бетіңіздің төмен бөлігі салбырап кетеді. Сіз жасыңыздан 10 жылға кәрі көрінесіз. Құлақ түбіндегі буындар істен шығып, ауыз ашқанда тық еткен дыбыс шығатын болады. Созылмалы ұйқысыздық пен депрессияға әкеледі. Шешім бар ма? Әрине, бірінші орында стоматологқа барып, арнайы түнгі каппа жасаттырыңыз. Ол тістеріңіздің мүжілуін тоқтатады. Екінші, магний дәруменін тексертіңіз. Көбіне магний жетіспегенде бұлшықеттер тартылады. Үшінші, ең бастысы кешкі ритуал. Ұйықтар алдында телефонды тастап, жылы ванна қабылдап, жақ бұлшықеттеріне жеңіл массаж жасаңыз. Достар, тіс қайрау бұл жай ғана дыбыс емес, бұл ағзаңыздың көмек сұраған дабылы. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, жақындарыңызға жіберіңіз. Ал сіз немесе балаңыз түнде тіс қайрай ма, оны қалай емдеп жүрсіз? Төменге жазыңыз, мен әрбір пікірді оқимын. Сау болыңыздар.